Ассалаумағалейкум ағайын. DS-160-ты қалай толтырамыз? Сол туралы сөз қозғамақпын. DS-160 деген бұл анкета. Бұл анкетада тікелей сіз туралы ақпарат болады. Яғни кімсіз, аты жөніңіз, адресіңіз, ол не үшін керек? Сізді тексереді. Яғни сіздің халықаралық терроризмге болмаса басқа бір ұйымдарға қатысыңыз жоқ па, интерполдың базасында жоқсыз ба дегендей сіз туралы алдын ала ақпарат жинап алады. Интервью болмастан бұрын олар соны тексеріп көреді сіз туралы. Сол үшін толтыратын анкета. Менің көрсеткелі отырғаным бұл турист визаға қалай толтырамыз соны көрсетпекпін, бірақ барлығы ұқсас. Егер сіз студент визасына тапсырып жатсаңыз, жұмыс визасына, барлығы ұқсас. Осы бір анкетаны толтырасыздар. Толтыру өте оңай. Осы видео сізге пайдалы деп тапсаңыз, онда бас бармақтан басып жіберіп, каналға жазылсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Көп сөзбай, онда DS-160-ты толтыруды бастайық. Ал егер дайын болсаңыздар, DS-160-ты толтыруды бастайық. Бұны толтырмас үшін бізге дұрыс сайтты табу керек. Ол мынандай сайт, міне travel.state.gov деген, яғни мемлекеттік government деген сөзден шығады, мемлекеттің сайты. Бұл сайттың сілтемесі осы YouTube каналдың астындағы description'да қалдырам, немесе комментарийда. Сол жақтан алыңыздар. Дұрыс емес сайтқа кіріп кетсеңіздер, ақша алады, немесе қате толтырасыздар. Алаяқтардың қолына түсуіңіз мүмкін. Ақпараттарыңызды алып қояды. Сондықтан міндетті түрде тек осы сілтеме арқылы кіріңіздер. Жиі қойылатын сұрақтар деген бар екен. Бұны ашсаңыздар, міне жиылы қойылатын сұрақтар әртүрлі, міне мыналарды оқып шықсаңыз болады. Осы жерде сіз DS-160-ға байланысты сұрақтардың барлығында жауап табасыз. Мысалы, мен оны қай жерден таба аламын дейді, қандай құжаттар керек дейді, өз ана тілімде жауап бере аламын ба дейді. Мысалы, өз ана тілімде жоқ дейді, тек ағылшынша дейді. Басқа тағы қандай, қысқасы мына жерде барлық сұрақтарға жауап бар. Оны мен уақытымды алмайын. Екінші, бұны толтырғаннан кейін мына жерде дейді, бірінші бетте баркод деген болады дейді. Сол баркоды бар бетті міндетті түрде print and keep дейді, яғни қағазға шығарып өзіңізбен бірге интервьюге алып келесіз. Мынау баркод деген, осы бетті шығарып аласыздар. Оны тағы көрсетемін келген кезде уақыты. Енді не істейміз? Енді мына сілтемеге басып, міне non-immigrant виза 160-ға тапсырамыз дейді. Иә, мында тул тип дейді, бұл кішкене аударуға көмектеседі. Сондай керек па дейді, мен орысшаға қоя салайын. Енді мында сіз қай мемлекеттен тапсырасыз деп тұр. Біріншісі get started-тың астындағы. Біз Қазақстан дейміз. Естеріңізде болса, мен Қазақстанда екі офис бар деп айтқам. Осының алдындағы видеода ол видео біреудің көмегінсіз турист визаны қалай алуға болады деген мен видео жаздым. Сол жерде 7 қадам болған. Соның екінші қадамы, естеріңізде болса, осы болатын. Офис Алматыда бар, консулдық, Астанада посольство бар. Екеуінің қайсысын тапсырсаңыз өздеріңіз білесіздер. Әрине жақында барасыздар ғой енді. Мен қазір Алматыны таңдадым. Астананы таңдауға болады. Бірақ айырмашылығын алдыңғы видеода айтып кеткем, екеуінің ортасын. Сол үшін сол видеоны барып көріңіздер, көрмесеңіздер, сол жерде толығырақ ақпарат аласыздар. Мында мына кодты тер дейді. Яғни PH астында тұрған, бұл роботтармен кірмесін дегені ғой, енді сайтта ластамасын деп. Мысалы, бір тулдар бар, инструменттер, солар арқылы кіріп, осы сайттарды басып, анкета толтыруға болатын, программа жазуға болады. Сол программа мыналарды оқи алмайды деп, әдейі осылай істеп қояды, адам өзі толтырсын деп, яғни программа пайдаланбасын деп. Мен қате жіберген жоқпын деп ойлаймын. Одан кейін ол сізден болашақта сурет сұрайды дейді. Сол үшін суретіңізді тексеріп аласыз ба дейді. Иә дедім. Енді мына choose file дейсіз да, компьютеріңіз ішінде қай жерде суретті сақтадыңыз, сол жерден аласыз. Мысалы, менде сурет ол download деген ішінде. Неге download? Бұл көшіріп алдым деген сөз. Мен интернеттен бір суретті ала салдым. Сіз егер басқа дисктерде болса, немесе флешкада болса, сол сілтемеге көрсетесіз, сөйтіп басасыз. Бұл суретті тексереді. Бұл айтады, иә дейді, сенің суретің әдемі екен дейді, қабылдаймыз дейді. Болды, рахмет дейміз да ары қарай басамыз. Енді мынаны қайта тер дейді. Өйткені біз сурет енгізгендіктен бізге қайта теруге міндеттеп тұр. Егер бұны оқи алмасаңыздар, мынаны басып, рефреш жасап, келесін атуға болады. Енді мынау retrieve деген бұл, егер сізде бұрын бастап қойған болсаңыз, осыдан 1 күн бұрын, 2 күн бұрын соны қайттан қалпына келтіріп жалғастыруға болады. Мынау жаңадан бастасаңыздар. Оны қалай қалпына келтіріп жалғастыруға болатынын қазір көрсетемін. Мынаны басасыздар да, бір
номер болады, соны терулеріңіз керек. Қазір ол номерді қазір көрсетемін сіздерге. Міне, ары қарай кетті, міне мына номер. Егер осы номерді қазір сақтап аласыздар, осы сіздердің номерларыңыз. Егер қазір бітіре алмай, бір сағатыңыз жетпей, бір жаққа барып келіп қайтадан ертең жалғастырамын десеңіз, екінші астындағысын басасыз да, retrieve дегенді, мынаны терсеңіз, сізге ары қарай жалғастыруға рұқсат береді. Бірақ ол үшін мына сұрақтың жауабын ұмытпаңыздар. Мен келісім беру керек екен ғой. Міне, мұнда алдымен келісу керек. Кешіріңіздер, байқамаппын, мұнда келісемін дейсіздер. Келіскеннен кейін барып мына сұрақ көрінеді. Міне, келістім. Бұл мына мен өтірік айтпаймын, мен біреу үшін толтырмаймын, қалай айтуға болады, мен өтірік қосып жатқан жоқпын деген сөз ғой енді. Бұны оқып жүрмей ақ қояйын. Бұған бәрібір де келіссеңіздер де келіспесеңіздер де келісесіздер. Мұнда сұрақтар әртүрлі. Қандай сұрақ аласыз? Менің бірінші жұмысым дейді, қайда істедім, не істедім? Мен біреуін ала салайын. Бұл не дейді? Сенің ең бірінші жұмысың қай қалада, қай жерде болды дейді. Мен жаза салайын Алматы деп. Бірақ бұны кейін анкетаны қалпына келтіру керек болса, қажет болады, білгендеріңіз осы. Енді мына жерде бір қызық нәрсе бар. Үстінен hover over дейді, бүйтіп жақындатсаңыздар, және мен орысша деп қойғаннан кейін орысша шығады, көрдіңіз ба? Міне, фамилия деп шығып тұр жоғары жағында. Мынау surname деген фамилия. Мен енді өз фамилиямды жазбай ақ қояйын, Рысбек деп. Мен фамилиямды жаза салайын. Фамилиям менің Манас болсын да. Аузыма келіп тұрған сол атыңыз, яғни аты жөніңіз деп тұр. Бұған не деп жазамыз? Бұған Асан дей салайын, қысқарақ болсын. Сонымен бірінші фамилия болды, екіншісі ат, яғни отчествоны егер бар болса жазасыздар. Бірақ бұл жерде паспортта енді көбімізде жоқ қой, сол үшін атымызды, фамилиямызды жазамыздар, ары кете береміз. Мұнда native alphabet бұл өз тіліңізде, яғни мысалы қазақша қалай жазылады. Мысалы Манас, Асан дегенді кириллицамен жазып шығуымыз керек. Кеттік. Мұнда не дейді? Қазір бүйтіп болсаңыздар, орысшаға аударып береді. Бұдан бұрын басында сіздің басқа аты жөніңіз болды ма дейді. Другие фамилии, имена, отчество дейді, которые вы когда-либо использовали. Яғни сіз бұрын пайдаланған болды ма дейді. Егер бұрын атыңыз өзгерген болса, yes дейсіз да, мына жаққа бұрынғы атыңызды жазасыздар. Жазу керек болады мына жерге. Міне. Егер фамилияңыз, аты жөніңіз өзгермеген болса, no дейсіздер, болды. Мында мынау не дейді? Атыңызды, у вас есть телекод, обозначающий ваше имя дейді. Бізде ондай жоқ қой, мен өзім де білмеймін бұл не екенін. No дейміз. Мұнда не дейді? Сіздің жынысыңыз male деген ер адам, female деген әйел адам. Мен ер адамды таңдаймын. Мұнда неңіз, үйленгенсіз ба? Яғни сіздің қазір орысшасы. Бұлай айтады. Сіз міне married деген бұл үйленген, үйленбеген, single деген, яғни бойдақ, қысқа осы жерден қарап қойсаңыздар болады. Мен енді married деп қоямын, үйленгем деп. Мысалы single десеңіздер болады, мысалы ажырасқан, қысқасы варианттар көп. Оны жаңа тауып аласыздар, мынаны бассаңыздар варианттарды көрсетеді орысшасын. Мұнда қай жерде туылдыңыз дейді. Мен енді ойдан қоя салайын. Мынау бір шығып тұр, әйтеуір 84 деген бір нәрседен қалған болу керек. Енді мынау туылған қалаңыз. Мен мысалы Алматы дейін, иә, Алматы. Мұнда штат, провинция деген облыс жазсақ болады. Біз бүйтіп жазамыз: Алматы область. Мынау Қазақстан, иә. Country деген, яғни Қазақстан. Болды, кеттік ары қарай. Енді personal information дейді, мынау сіздің жеке ақпаратыңыз. Country, nationality, мынау сіздің азаматтығыңыз, яғни қазір аударайық, гражданство бәсе. Бұны Қазақстан дейміз. Енді екіншісі не дейді? Do you have дегенді қазір орысша шығады ма екен? Бұл енді мен аудара салайын. Сізде басқа азаматтық бар ма дейді. Мына мысалы қазір мен Қазақстан азаматымды, яғни қос азаматсыз ба дейді. Қазақстан қос азаматтыққа рұқсат бермейді ғой. Бірақ негізі басқа жерлерде қос азаматтық бар. Мысалы Ресей қос азаматтыққа рұқсат береді.
біз жоқ деп жазамыз. Көбінесе бізде енді қазақтарда жоқ. Мына сұрақ айтады, сен дейді, мына Қазақстанның азаматысың, одан бөлек басқа мемлекетте тұрақты тұрғылығың бар ма дейді. Мысалы, green card деген сияқты. Міне, постоянным резидентом какой-либо страны деген, ол мысалы сіз Европада ұзақ тұрсаңыз, Европа сізге береді басқа жерден. Мысалы Ресейде тұрмын, тұрақты тұрғылықты тұратын жеріңіз басқа емес па деп сұрап жатыр ғой. Соның құжаты жоқ па деп. Біз айтамыз жоқ. Біз қазақпыз, Қазақстанда тұрмыз. Мыналардың ешқайсысы бізде жоқ. Мынау Америкада бұрын болған адамдардың сұрайды. Social Security Number деген ол Американың жаңағы несі ғой, иіні. Бұндай ештеңке бізде болған жоқ. Егер бұрын Америкада болған болсаңыз, әрине мына жаққа жазасыз. Егер сізге берілген болса, мысалы, taxpayer ID деген, кейбір адамдар Қазақстанда тұрып, мысалы, компания ашылады Америкадан, сода taxpayer ID. Қысқасы, бұлардың ешқайсысы мен жоқ деп айтайын. Бұны білетін адамдар, онсыз да хабары барлар оны біледі. Уақыт алмай ақ қояйын. Көпшілікте жалпы жоқ қой енді ол. Мында purpose дейді, яғни Америкаға не үшін келесің дейді. Келетін неңді таңда дейді. Мысалы, біз не үшін келеміз? Біз B дегенге келеміз, иә. Студент емес, басқа емес. Қазір біздің әңгімеміздің бәрі туристікі. Енді бұны айтады. Сіз туризм, бизнес, Б1, Б2, тек конференцияға келе жатырмын, емделуге келе жатырмын дейді. Біз көбінесе осы B1, B2-ні қоя саламыз екеуін бірге. Сенде дейді, have you made a specific plan дейді. Сенде арнайы жоспар бар ма дейді Америкаға келе жатқанда. Мұнда міндетті түрде иә деп айтқан дұрыс деп ойлаймын, себебі жоспарсыз адамды олар ұнатпайды. Сонда олар айтады, енді Америкаға келе жатқан, орысшасын қосайыншы, аударса егер. Жоқ, аудармайды екен. Онда Америкаға келетін күнім ғой мынау, қысқасы. Мен айтайын, 14 желтоқсан 2023 жылы біз Америкаға келеміз. Қазір міне желтоқсанға дайындалып жатырмыз. Қысқасы, Крисмас, жаңа жылға келе жатырмыз. Самолетқа билетің бар ма дейді. Егер бар болса, соны жазасыздар. Қандай екенін, қандай қалаға келесіз. Мысалы, самолетқа билет алған болсаңыз, мұнда жазасыз. Қандай қалаға келе жатырсыз. Мен бұрын Атланта деп жазыппын. Атланта қаласына келе жатырмыз. Енді қайтадан Америкадан қайтасыз ғой, сен туристсіз, сондықтан қайтатын уақытыңыз ол мысалы 31 желтоқсан. Енді мен кететін күнім. Самолеттің билетіңіз болса, жазасыз қандай самолет. Қай қаладан кері кетесіз. Мысалы, Лос-Анджелестен кетейін деп жатырмын мен. Енді мұнда сен баратын жерлердің локейшндарды жаз дейді. Қайда барасыз? Мысалы, мен барамын Нью-Йорк қаласына барам. Содан кейін қайда барам? Шарлотт қаласына барам деген сияқты. Мысалы, Майамиге барам. Бұның барлығын мысалы provide the locations дейді. You plan to visit деген, сен баруды жоспарлап отырған адрестерді жаз дейді. Қалаларды жазып шығасыз. Енді қай жерде қаласың дейді. Where you will stay, яғни Американың ішінде. Бұған сіз енді мысалы Нью-Йоркта болған кезде бір қонақ үй алдыңыз ғой. Мен алдында өзің тапсыру деген кезде айтқам, иә, сіздер жоспарыңыз болсын деп. Сол жоспар міне қазір керек болып жатыр. Бұны жазамыз. Қай жерде қаласыз? Мысалы 123 адрес ABC. Бұл адресті қайдан аласыз? Бұл адресті сіз booking.com, мысалы booking деген қонақ үй алып қойсаңыздар, сол қонақ үйдің адресі. Соны жазасыздар. Қандай қала? Нью-Йорк, мысалы Нью-Йорк қаласы, иә, мынандай көше. State қандай? State ол Нью-Йорк, Нью-Йорк. Қазір табамыз. Нью-Йорк штаты. Нью-Йорктың зип-коды қандай? Мен оны білмеймін, бірақ білетін жаза салайын. Әйтеуір 5 цифр болса болды. Нью-Йорктікін білмеймін. Бұл неге кім төлейді дейді. Person дейді. Осыны төлейтін адам дейді. Қысқасы, осы трепқа енді ақша кетеді ғой сізден, соны кім төлейді дейді. Мен енді өзім төлеймін деп айтсам дұрыс болады деп ойлаймын. Кеттік ары қарай. Енді сенмен бірге баратын адамдар дейді. Persons traveling with you, яғни сенмен қандай адамдар бірге барады. Бұл соны сұрап тұр. Міне, сопровождает ли вас в поездке кто-либо. Егер жалғыз барсаңыздар, no дейсіздер, өте оңай. Егер жаныңызда мысалы біреу баратын болса, жазасыз, иә дейсіз.
сіз баратын топ па дейді, яғни группа болып, мысалы 10 адам, 5 адам, 20 адам болып бара жатсыз ба дейді. Егер иә болса, групптың атын жазасыз. Мысалы бар ғой анау бір лайнермен, бір кемемен жүретіндер, олар болса жазады. Егер мысалы жоқ болса, жоқ деп жазасыз да. Мына жақта сіз біреу бірге барады дегеннен кейін сол баратын адамның атын жазасыз. Мысалы бәленбай бәленбай, ол сіздің кіміңіз? Менің ата-анам, менің әйелім, жолдасым, балам, басқа туысым, досым, бизнес жаңағы компаньоным деген сияқты. Енді мен оны жоқ дей салайын, себебі мен қысқартқым келіп тұр. Өте ұзын болғанын қаламай тұрмын, сондықтан менімен бірге ешкім бармайды деп жаза салдым. Ары қарай бұрынғы previous travel, Америкаға бұрын барғансың ба дейді, сол туралы ақпарат керек дейді. Сіз бұрын Америкада болдыңыз ба дейді. Бывали ли вы ранее в США? No. Егер иә десе, онда иә деп жазасыздар да. Қай уақытта болдыңыздар, қанша уақыт қалдыңыздар, мына жақта жыл барлығын жазасыздар. Мысалы, мен бұрын болғам, бәленбайыншы жылы, мында күні, мында қанша уақыт қалғаны, соны жазып шығасыздар. Мен жоқ дедім. Сізге бұрын Америка визасы берілді ма дейді. Иә болса, иә, мына жаққа қашан сол визаны алдыңыз жазасыз. Егер жоқ болса, жоқ, мен сөзді қысқартып жоқ деп жазайын. Have you ever been... Сізге бұрын Америка визасы жалпы отказ берді ма дейді. Не? Было ли вам когда-либо отказано выдаче визы в США? Отказано визе в США дейді. Қысқасы, Америкаға жалпы кіруге отказ болды ма енді. Иә болса, мына жаққа жазасыздар. Иә, бәленбай жыл визаға тапсырған, бірақ ала алмадым деп. Мен жоқ деп жазайын сөз азайту үшін. Has anyone ever... орысшасын аша салайыншы. Подавал ли кто-нибудь когда-либо иммиграционную петицию от вашего имени в службу миграции США? Бұл не деген сөз? Бұл петиция деп отырған, оны былай түсінуге болады. Мысалы, сіздің ұлыңыз бар дейік. Сіздің жасыңыз 50 жаста, балаңыз 20 жаста, Америкаға 17 жасында келді да, қазір азаматтық алып алды. Енді ол әке-шешесін шақыра алады Америкаға. Яғни Американың тұрақты тұрғылықты грин картаға петицияға тапсыра алады. Егер ұлыңыз сондай тапсырған болса, сіз сол петиция сіздің атыңыздан өтсе, бірақ ол бірден болмайды ғой, 3-4 жыл күтесіздер. Соны күтіп жүрген болсаңыздар, онда yes дейсіздер. Өтірік айтуға болмайды. Сосын жазасыздар, иә, менің ұлым мында тапсырды деп. Енді ондай адамдар өте аз деп ойлаймын, сондықтан мен no деп жазамын. Сайт қатып қалмаса болды енді. Міне, айтып алу жиғанша мен барлығын жоғалтып алдым. Жаңағы кодтың бізге қажеті болайын деп тұр. Міне, мынаны теріп, енді мен retrieve деп бассам, өйткені менікі жоғалып кетті. Көрдіңіз ба? Your application ID дейді. Оны мен сақтап алған жоқпын, бірақ мен алдыңғы видеодан шығарып аламын. R. Бағана өшіп қалған жерін қалпына келтірдік. Save деп бір басып қояйық. Келмегенбіз. Кеттік. Енді адресіңіз және телефон ақпараты дейді. Адрес. Енді мен не деймін? ABC. Енді Алматының енді басқаша ғой. Енді Қозыбаев көшесі, Манас көшесі дегенде көшені жазасыздар. Қала Алматы болады. Штат деген жерге, мысалы, білмеймін, Алматы облыс дей салыңыздар. Бұл жерде адрестен сондай қате болады деп ойламаймын. Zip код Алматы 050001 деп жазайын. Қазақстан. Мынау сіздің жеке өзіңіздің адресіңіз ғой. Оны сұрап жатыр. Мынау is your mailing address. Сенің адресің дейді. Тұратын адресіңмен бірдей ма дейді, үйіңнің адресімен. Қысқасы саған хат, почта жіберсек, мына адреске жіберсек бола ма дейді. Егер жоқ болса, онда no десеңіздер, басқа мына жаққа басқа адрес жазсаңыздар болады. Мына адресте тұрам, бірақ мен хатты басқа жаққа алсам, ол хат дегенде мысалы паспортыңыз жіберуі мүмкін, басқа бір. Қысқасы, ол міндетті Америкада. Енді мына жақ Қазақстанда өте ондай адресті көп пайдаланбайды ғой, сондықтан оны жоқ дей салайын, yes дей салайын, екеуі бір адрес болсын. Енді мұнда номерің дейді. Номер жазайық. Мысалы, мына біздің номеріміз. Екінші номер дейді. Сосын кейін мынау жұмыстың номері дейді. Жұмыстың номерін, егер жұмыс істеймін деп айтсаңыздар, міндетті түрде жазыңыздар. Егер екінші номер жоқ болса, міне екінші номерім жоқ. Жұмыс номері жоқ болса жоқ дейсіздер, бар болса, онда бар.
бірақ мен болсам жұмыс нөмір жазатын едім. Have you used any басқа соңғы 5 жылда басқа бір номер пайдаландың ба дейді. Иә болса сол номерді жазасыз мында. Мысалы 2 жыл бұрын мына номерді пайдаланғанмын деп. Жоқ болса жоқ. Мында электронды почтаңыз. Мында бір почта жазып қойыппын. Сіздерде көбі Mail.ru болуы мүмкін, бірақ мен Mail.ru-ды көп пайдаланбасам, егер жаңадан ашып жатсам, мен Gmail ашатын едім. Өйткені Mail.ru-дың аса қажеті жоқ. Gmail-ді барлық жерде пайдалануға болады. Маған өзіме осы Gmail ұнайды. Әрине Mail.ru пайдаланып жүрген болсаңыздар пайдалана беріңіздер. Ол сіздердің енді өздерің ыңғайлысына қарайсыздар ғой. Have you used соңғы мынадан басқа email пайдаландың ба дейді. Yes болса мында жазасыз. Жоқ болса жоқ дейсіздер, мысалы additional. Мен жоқ дей салайын. Social media дейді. Мынау social media әлеуметтік желі. Енді әлеуметтік желіде мына платформаларды пайдаланасың ба дейді. Мысалы сізде Facebook бар ма? Менде бар. Онда Facebookқа мысалы Facebook адресімді жазам. Айбек Рысбек, білмеймін. Тағы болса қосасыздар. Мысалы бұлар сіздер соның бәрін тексеріп қарап шықпақ. Сіздер не жазасыздар деп. Фейсбуктан басқа мысалы не болуы мүмкін? Твиттер болуы мүмкін. Твиттер болса бар дейсіздер. Егер жоқ болса, онда алып тастайсыздар. Мынадан басқа тағы да бар ма дейді. Мысалы сіздерде қандай? Инстаграм болуы мүмкін. Мұнда Инстаграм бар шығар. Егер жоқ болса жоқ деп мына жақта атын жазасыздар. Мысалы Инстаграм емес. Мысалы TikTok болса жазасыздар. TikTok бар менде. Бұлар жазғаннан кейін соны міндетті түрде қарауы мүмкін. Қарап, тексеріп, сіз TikTokқа не жазады, сондықтан сіздің қазір айтқан сөзіңіз бен TikToктағы әңгімеңіз сәйкесе ма, соның бәрін тексереді. Мысалы мен TikTok бар дедім, жаздым, болды. Сақтай салайын. Енді арасында мына сейф дегенді бассаңыздар сақтап отырады. Сол кезде кейін жаңағыдай үзіліп қалса жалғастыруға оңай. Енді паспорт информation дейді. Сіздің қазіргі паспортыңыз. Қандай паспорт? Мынау official деген жаңағы мемлекеттікі, мынау дипломатиялық паспорт па, басқа ма? Регуляр дейміз барлығымызда, регуляр паспорт. Оның номері мынандай номер. Бұл әрине өтірік номер. Passport book number дейді. Паспорттың жанында былай бір тесік-тесікпен жазылып тұрады ғой бір номер. Бізде Қазақстанда ол мына номермен бірдей. Оны енді қарайсыздар паспорттарыңызда. Сондықтан мен онда былай істейін. Осының өзін қайттан қоя салайын, болды. Кім берді дейді. Мысалы Алматы қаласы, Алматы облысы, болмаса басқа қала, Қазақстан. Паспорт қай уақытта алдыңыз? Шыққан уақыты. Мамыр айы 2021 жылы паспортты алдым дейін. Мынау expiration деген паспорт қай уақытта бітетін уақыты. Негізі бұл солай да біту керек қой. Мен әйтеуір қоя салдым. Мысалы 2030-да бітеді деп. Сіздің паспортыңыз бұрын жоғалды ма дейді. Немесе ұрланды ма дейді, stolen дейді. Егер осындай жағдай болса, онда yes деп бұрынғы паспортыңыз жазасыз. Мына жақта соның номері, қай жерде жоғалды, мына жақта түсіндіресіз. Менің паспортым мынандай уақытта былай жоғалған деп. Енді егер паспортыңыз жоғалмаған болса, жоқ дейсіздер, болды. Тағы да бір сақтап қоя салайық. Себебі сақтаған деген жақсы екен. Мұнда Америкада контакт персоныңыз бар ма дейді. Яғни Америкада танысыңыз бар ма деген сөз ғой. Бұл көбінесе жаңағы турға бір нәрсеге келе жатқан күтіп алатын адамдар болса, немесе туған туыс болса дегендей сізді күтіп алады. Егер айтсаңыз историяңызда, мысалы визаға кіргенде, о менің досым бар, соның үйіне барамын, мені күтіп алады десеңіз, онда сол досыңыздың атын жазасыз. Олар сіздің досыңызға звондап сіз туралы сұрауы мүмкін. Егер сіз Америкада ешкім танымаймын, мен өзім бара жатырмын, өзім қыдырып барамын да келемін, ешкім жоқ десеңіз, мынаны баса саласыз, болды, маған қатысы жоқ деп. Егер мына сұрақпен байқау керек, мысалы сіздің бір қалай айтуға болады, бір алыс туысқаныңыз болса, ол туысқаныңыздың атын жазып қойсаңыз, сіз ойламаңыз, мен туысқаным бар болса болды маған береді екен деп. Ол қате ұғым. Ол туысқаныңыздың, сіз Америкада қандай жағдайда жүргенін білмейсіз ғой. Мүмкін ол туысқаныңыз Америкада нелегал болып жүрген шығар, яғни құжатсыз. Мүмкін ол туысқаныңыз келіп саяси баспана сұраған шығар. Мүмкін ол туысқаныңыз заңның барлығын бұзып бір жерде бір нәрсені бүлдірген шығар, білмеймін. Сондықтан ол сізге кері әсер етіп кетуі мүмкін. Сондықтан мына жаққа адам жазатын кезде өте сақ болыңыз. Егер жақсы білетін адам болса жазыңыз, әйтпесе ешкім жоқ деген дұрыс деп есептеймін мен.
сіздің Америкада ешқандай туысыңыз жоқ болса, онда мында баратын магазин жазсаңыз болады. Мысалы, сіз келгеннен кейін Диснейлендқа барамын деп планыңыз бар ғой, енді солай айтайық, иә. Историяңыз бойынша сіз Диснейлендті көріп кеткіңіз келіп тұр. Онда Дисней жазасыз да, мында адрес дейсіз да, сол Диснейлендтің адресін жазасыз. Болды. Мен өтірік жазып жатырмын барлығын. Ол Калифорнияда бар Диснейленд, және неде бар? Флоридада бар. Тағы бір сақтай салайық. Кеттік. Енді family information дейді. Туыстарыңыз, отбасы мүшелеріңіз дейді. Сіздің әкеңіздің аты жөні және туған несі дейді. Міне, былай бассаңыздар, фамилия дейді. Мынау әкеңіздің фамилиясы. Әкенің фамилиясы, блин, ұқсас болу керек қой енді. Оны ұмытып қалдым қалай екенін. Мен Самат дей салайын. Аузыма түскен әйтеуір күнде сөйлесіп жүрген жігіттердің аттарын жазып жатырмын. Мынау ат, мынау фамилиясы Самат, аты аман болсын бұның да. Енді туған жылы. Қай жылы туған әкеңіз? Мысалы, 1955 жылғы болсын. Сіздің әкеңіз Америкада ма дейді? Жоқ. Егер иә болса, әкеңіз Америкада болса, әрине yes дейсіз. Мынау анаңыз туралы. Анамның аты, мысалы, аты Сайра болсын. Сирия сияқты жазылып кеткен. Туған жылы, күні. Мұның бәрін жазбасам, мені жібермейді ары қарай. Сол үшін барлығын жазуыма тура келеді. Білмесеңіздер, мынау I don't know деген білмеймін деген сөз. Сіздің анаңыз Америкада ма дейді? Жоқ. Отбасы мүшелері немесе тікелей жақын туыстарыңыз ата-анаңыздан бөлек Америкада бар ма дейді. Ол кім? Бауырларыңыз, әпкелеріңіз, ағаларыңыз немесе сондай тікелей туыстар Америкада бар ма деген сөз. Мынау do not including parents, яғни ата-ананы қоспағанда дейді. Егер бар болса, мысалы туған әпкеңіз тұратын болса, мына жаққа сол туралы ақпарат жазып шығасыз. Егер жоқ болса, жоқ дейсіздер, аты жөні, қандай туыстыққа қатысы бар, барлығын жазып шығу керек. Мен no деп жаздым. Өйткені онда ешкім жоқ дедім. Келесі, do you have any other, сіздің басқа да туыстарыңыз бар ма дейді Америкада? Мен жоқ деп жаздым. Егер бар болса, басқа туыстар бар дейсіздер. Басында айтқандай өте сақ болыңыздар туыстар туралы айтқанда. Келесі. Family information, әйеліңіз туралы. Мынау, мен жаңа married деп жаздым ғой, үйленген деп, сол үшін енді әйел сұрап отыр. Егер мен үйленбеген деп жазсам, сұрамайтын еді. Енді мен әдейі жаздым, бұл туралы ақпаратты да жазайық деп. Сіздің жолдасыңыздың, яғни әйеліңіздің аты дейді. Өтірік жаза берейінші, болды, уақыт алмай. Міне, орысшасында айтуға болады, немесе фамилия дейді. Мынау given name, аты. Мысалы, жолдасыңыздың, әйеліңіздің немесе күйеуіңіздің туған жылы. 84 шығып тұр, қоя берейін. Азаматтығы, қай жердің азаматы? Енді Қазақстан шығар, Қазақстан деп жазайын. Қай жерде туылған дейді. Яғни, былай болуы мүмкін, Қазақстан азаматы, бірақ Қытайда туылған. Қазақстанның азаматы, бірақ Монғолияда туылған. Ондай да болуы мүмкін. Сонда туылған қаласын жазасыз. Алматы деп жаза берейін. Қандай мемлекет? Қазақстан. Адресі дейді. Мынау same as home. Менің үйімнің адресімен бір дейді. Менің жаңа mailing адрес деген жаңа, егер иә деп айтқанда басқа адрес жазамыз дедік қой, сол дейді. Қысқасы, бірге тұрамын деп жазасыз ғой. Болды. Same as home адрес, яғни менің бағана берген адресім, екеуміз бір үйде тұрамыз деген сөз. Бір сақтап қояйын. Кеттік. Енді present work. Енді өзің туралы, яғни қандай білімің, қандай тренинг өттің. Қысқасы, өзіңнің білімің туралы айтасың ғой. Мына жақ аударып берем екен, қазір көрейік. Аудармада. Мында қай жерде жұмыс істейсің дегенге мына жақтан қарап жазуға болады. Мысалы, сіз қай жерде істейсіз? Мысалы, мына жақтан көріп алсаңыз болады. Үйде отырсаңыз, міне, homemaker десеңіз болады екен, домохозяйка дейді. Инженермін дейді.
мысалы қай салада жұмыс істейсіз, сәйкес келеді, соны жазасыз. Қысқасы мен компьютер сайенс дегенді алайын. Енді өзіміз осы салада істегеннен кейін мен соны көзіме ыстық болып тұр. Мына жақта міне аудармасын бердік қой. Компьютер сайенс, міне мен компьютер сайенстамын дейді. Қазір қай жерде жұмыс істейсіз? Мен қазір ABC деген компанияда істеймін. Ол компанияның адресін мұнда жазып шығамыз. Компанияның телефон номері. Қазақстанда жұмысты қай уақытта бастадыңыз? 2020 жылы бастадым. Қазір табысыңыз қандай дейді? Осы жергілікті ақшамен дейді. Егер жұмыс істесеңіз, мысалы сіз айттыңыз ғой, мен мұнда жұмыс істеймін деп. Табысым мысалы теңгемен қанша? 1 миллион теңге. Жарайды, көп болып кетті ма? Білмеймін. Табысым менің 50 мың теңге. Сіздің қызметіңіз, мысалы жазасыз, мен таңертеңнен кешке дейін компьютерде отырамын, код жазамын. Енді IT-ға байланысты жазып жатырмын ғой. Біз бір приложение жасап жатырмыз. Ол приложение мынандай, ол мынандай жұмыстар атқарады. Осы приложение, осы проект істегеніме 3 жыл болды. Жақында бұл проектін өткізгеннен кейін одан да керемет проект. Қысқасы, жұмыста не істейсіздер, күнделікті соны жазасыз ғой. Телефон номері үшін сақталмай қалыпты. Ары қарай кеттік. Қысқасы, жұмыста не істейтініңізді жаздыңыз. Енді ары қарай кеттік. Сіз бұдан бұрын қай жақта жұмыс істедіңіз дейді. Жұмыс істедіңіз бе жалпы дейді. Previously, яғни работали ли вы ранее дейді. Яғни сіз бір жерде бұрын жұмыс істедіңіз бе? Иә, 2020 жылдан бұрын басқа бір жерде істесем, мынаны жазасыз, мен мына жақта істегенмін деп. Job title деген, мысалы, мынандай жұмыс істедім. Менің бастығымның аты мынандай болды, фамилиясы мынандай болды. Мына уақытқа дейін мынандай жерде жұмыс істедім деп айтып шығасыз. Егер бұрын жұмыс істеген болсаңыз, мысалы 2020 жылға дейін компания A-де істедім, 2020 жылдан бұрын 17 мен 20-ның ортасында B-да істедім деп естіп ары қарай жазып шығасыз. Мен no дей салдым, сөзді ұзартпай ақ қояйын. Мынаны қазір аудартайыншы, не деп аударады? Учились ли вы в высших учебных заведениях или аспирантуре дейді. Иә, сіз біліміңізге қарай жоғары оқу орнына барсаңыз yes дейсіз, бармасаңыз no дейсіз. Yes болса, сол университет, мысалы Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, қай қалада, қандай мамандық, қай жылы оқуға түстіңіз, қай жылы аяқтадыңыз, қай жерде, зип коды, бүткіл сол университеттің адресі. Мен жоқ дей салайын, сөзді азайтайын дегенім ғой. Ары қарай кеттік. Мында айтады, тағы да қосымша жұмыс туралы айтасың ба дейді. Принадлежите ли вы к определенному роду или племени дейді. Бұл енді көбінесе, мысалы, Америкада, мысалы, племен дегендері, мысалы, мынау индейецтер бар ғой, мынау нәтив дейді, осы жергілікті, олар өздері трайбтарға бөлінеді, солар туралы. Бізде енді ондай жоқ болғаннан кейін жоқ дей салатын шығармыз. Сен қай тілде сөйлейсің дейді. Мысалы, біз қай тілде сөйлейміз? Біз қазақша сөйлейміз. Сосын орысша болса орысша. Мұнда екінші тіл, мысалы, орысша болсын, немісше, білмеймін, қай тіл білесіз, бәрін жазасыз тілдерді. Қысқасы мынау language деген сол тіл. Сіз бұрын дейді, басқа елдерде болдыңыз ба дейді, осының алдында. Совершали ли вы поездку в другие страны в течение последних 5 лет? 5 жылдың ішінде басқа мемлекетте болдыңыздар ма дейді. Иә десеңіз, енді сол мемлекетті жазып, соның адресін бәрін айтып шығасыз. Мысалы, мен бұрын Австралияда болғам дейсіз. Сосын тағы қай жерде. Мен одан кейін Бельгияда болдым деп жазсаңыз болады. Сосын келесі сұрақ. Мен сізге аудармасын көрсетейін деп ойлап едім, қазір шықсын. Принадлежали ли вы когда-либо или сотрудничали, или работали в какой-либо профессиональной, общественной, жаңағы қайырымдылық организациялар бар ғой, благотворительный, сол жерде болдыңыз ба дейді, соларға қатысыңыз бар ма дейді. Иә десеңіздер, сол жерде жазасыздар. Жоқ болса жоқ. Қайырымдылық нелері, мекемелері.
Көрдіңіздер ма? Міне, мені тағы да шығарып жіберді. Жалғастырамыз. Осылай шығарып жібереді, саспаңыздар. Ең негізі әйтеуір сейфтеп сақтап отырсаңыздар, жұмыстарыңыз қалпына келеді. Егер сақтауды ұмытып кетсеңіздер, жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Сондықтан жиі сақтап отырыңыздар. Мында бағанағы неге келдік, иә? Благотворительная организация дегенге келдік. Бұны жоқ дейін. Иә болса, иә дейсіздер. Сізде дейді, орысшасын айта салайыншы. Обладаете ли вы какими-либо специальными знаниями, специальными навыками или опытом работы в области вооружения, взрывчатых веществ? Қысқасы сондай біліміңіз бар ма дейді. Chemical, biological experience. Мен жоқ деп жаздым. Бар болса, бар дейсіздер, онда мына жаққа түсіндіру керек. Мен мынандай сабақтар алғам деп. Have you ever served in... Сіздер әскерде болдыңыздар ма дейді, military дейді. Жоқ деп жазуға болады бұны. Содан кейін сіздер бір жеке әскери компаниялар бар ғой, соларда болдыңыздар ма дейді, мысалы Вагнер сияқты, енді әртүрлі. Біз оған жоқ деп жазамыз. Иә болса, иә дейсіздер. Ондай жерде болмадым. Енді security and background мынау, енді сізді, жалпы сіз туралы барлығын тексеретін осы жер. Яғни осыған байланысты сіз интервьюға келгенше сіз туралы бүткіл ақпаратты тексеріп қояды бұлар. Ал енді бұл не дейді? Disease of public health. Қысқасы ауруыңыз бар ма деген ғой. Бұл енді міне, страдаете ли вы инфекционными заболеваниями, которые могут... Қысқасы угроза. Енді бұны ешкім иә деп айтпайды ғой. Жоқ деп айтады. Екіншісі, страдаете ли вы умственными и физическими расстройствами дейді. Бұл енді қысқасы сондай проблемаңыз бар ма дейді. Енді көп адам жоқ деп айтады ғой бұған. Үшіншісі, употребляете ли вы или наркотики дейді. Наркозависимыйсыз ба дейді. Енді жоқ деп жазамыз, алла сақтасын. Келесі соның екінші бөлігі. Have you ever been arrested дейді. Сіз қысқасы сотталдыңыз ба? Бұл тұтқындалдыңыз ба? Сол туралы қазір орысшасын аша алсам. Амнистияға ұшырадыңыз ба? Қысқасы түрмеге отырдыңыз ба деген әңгіме ғой. Жоқ дейсіз. Бұл дейді, нарушали ли вы когда-либо закон или были вовлечены в деятельность, связанную с незаконным оборотом веществ, свободным обращением? Қысқасы, андай рұқсат етілмеген заттар сатумен айналыстыңыз ба дейді. Енді жоқ. Қысқасы, мынаның барлығы жоқ. Енді мен бұны аударып бәрін отырамын ба, отырмаймын ба білмеймін. Сіздерге оңай. Былай қарасаңыз, мысалы, проституциямен айналысқан жоқ. Қысқасы, бұның бәрін енді жоқ деп мен қоя берейін. Бірақ бұл жерде аудармай ақ қояйын. Сіздер енді өздеріңіз аудартып аласыздар, уақыт алмайын. Барлығына жоқ деп жаздым. Мына үшінші бөлігі. Бұның барлығына жоқ дейін. Енді иә деген жеріне иә деп жазатын шығарсыздар. Енді мен сіздерге барлығына иә деп айтпаймын, бірақ енді мен енді жоқ деп жазайын барлығына. Жаңа айтқандай, бұны оқып шыққыларыңыз келсе, былай жақындатасыздар ғой жанына, орысшаға қойып алғаннан кейін. Сол кезде бұл аудару керек. Аударады. Сіз бұрын басқа кез келген мемлекеттердің депортацияға ұшырадыңыз ба дейді. Мысалы, Американың алдында сіз Европаға барып жұмыс істеп, сол Европадан сізді депортировать етші ма? Қысқасы, бұл да жоқ қой енді. Көзім түсіп кетті қысқа сұрақ екен. Содан кейін айтып жатқаным ғой. Ары қарай кеттік. Мынау енді Америкаға қатысты. Америкада сондай бір нәрселерге ұшырадыңыз ба? Сотқа бардыңыз ба? Американың заңын бұздыңыз ба? 5-ші бөлігі. Суретті жүкте дейді. Кәне, сурет жүктеп жіберейік. Суретті қабылдады. Сурет өтті. Енді ары қарай. Енді мына бәрін тексеріп шығасыз. Сіз туралы ақпарат барлығы бар.
қысқасы мынаның бәрін қайтарып тексеріп шығу керек қой. Жақындап қалдық соңына. Қазір біткеннен кейін барлығын шығарып ала саламыз. Енді міне қызық жеріне келдік. Барлығы сақталды. Бағанағы PDF-ті сақтап алдық деп есептеймін. Sign and submit дейді. Қазір қол қой да жібер дейді. Соған дейін келдік. Мынаның бәрін енді оқу міндетті емес. Бүйтеді, did anyone assist you filing дейді. Осыны толтырған кезде біреу саған көмектесті ма дейді. Мысалы көбінесе көмектескен адамның аты жөнін дейді. Бұған көбінесе жоқ деп жазамыз, өйткені сіз өзіңіз дайындадыңыз, иә. Паспорттың бағана енгіздік қой номері, яғни қазір қолыңыздағы паспорттың номері мынау осы код. Паспорттың номерін мен әрең таптым, сол үшін видеоны үзіп барып видеоны қайта қарап отырып, қандай өтірік номер енгізгенімді тауып алдым. Қазір көреміз. Мынандай жазу шықты міне. Қараңыздар. You have successfully signed it and submitted your application дейді. Яғни сіз қол қойып applicationды жібердіңіз дейді. Барлығы дұрыс дейді. Енді бұны өзгерте алмайсың дейді. Қазір confirmation дегенін көрейік. Міне, бағана баркод деген бар ғой, міне осы. Осы баркод деген осыны бірінші бетті шығарып аласыздар. Қалғанының керегі жоқ. Енді сіз қайда барасыз? Консулейт, міне, Алматы қаласындағы Жолдызбеков көшесіндегі мынаған барасыз. Это не виза дейді, яғни виза емес дейді. Мынаны міндетті түрде сақтап алыңыздар. Print application деп бассаңыздар. Шығады міне. Енді басыңыздар print деп. Міне. Кешіріңіздер, save. Яғни қай жерге сақтайсыздар? Бір жерге сақтап алуға болады бұны. Міне. Мен мысалы downloadsқа сақтай сал дедім. Сол downloads'ың ішінде тұра берсін. Қазір downloads'ты ашайын мен. Міне. Яғни PDF қып ашылды. Қысқасы, осы DS160 деген осы. Міне, көрсеңіздер. Міне, DS160. Біз DS160-ті толтырып болдық. Елдің айта беретін DS160-тары осы болды. Міне, оны да бітірдік. Аты жөндеріңіз. Баркод деген мынау міне. Бағана айтып едім ғой, баркодты бар бетті ғана шығарып әкел деп. Ол не деген сөз? Яғни осы бетті. Бірінші бетті әкелсеңіздер болды. Елшілікке. Олар сонымен сіздің анкетаңыз тауып алады. Қалғанның барлығының керегі жоқ дейді. Бірақ сіздер аласаңыздар, ауыр емес қой. Осымен DS160 толтырып болдық. 1 сағаттай уақыт алады. Әрине, бұның бір жақсысы, сіз қайтадан тоқтатып қойып, қайтып келе аласыздар. Содан кейін толтырып бастағанда мынаны орысшаға өзгертуді ұмытпаңыздар, жоғары жағында сарыны. Сол кезде орысша подсказка, яғни шетінде орыс тілінде аудармасы тұрады. Тапсыру жеңіл болады. Бұл енді өте қатты қиын емес, және осыны тапсырып жатуға ниет етсеңіздер, іске сәт. Және осы қазіргі берген ақпаратым пайдаңызға жарады деп есептесеңіз, немесе басқа біреуге пайдасына жарайды деген ойыңыз болса, міндетті түрде каналға жазылыңыз, және бас бармақтан аямай басып жіберіңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз, мен міндетті түрде жауап беремін. Әр сұраққа бұл жаңағы каналға жазылғаныңыз барлығы мына қазақ тілді контенттің менің каналымның YouTube желісінде жоғары қарай сатыларға өрлеуіне, тезірек дамуына үлкен үлес қосады. Енді егер оны каналға бұрын жазылып қойған болсаңыздар, үлкен рахмет, және келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.